Ең жасы және ең тартымдысы. Жоңғар Алатау ұлттық паркі шындығында магнит тәрізді. Өзінің көрікті жерлерімен, тұмса табиғатымен туристерді еріксіз бауырына тартады. Бұрындары мұнда кедендік комендатураның арнайы рұқсат қағазымен ғана кіруге болатын жабық аумақ еді. Ал қазір ұлттық парк құрылғаннан кейін кедендік жүйенің талаптары жеңілдетіліп, туристер еркін кіре алатын жағдайға жетті. Парк Алматы қаласынан 440 шақырымдық жерде орналасқан. Талдықорған бағытына қарай жолға шықсаңыз, Алакөл, Ақсу, Сарқан секілді 3 ауданды басып өтесіз. Жалпы Алматы облысында 5 ұлттық парк бар. Соның ішінде Жоңғар Алатауы кейін құрылғандардан. Бірнеше орман шаруашылығын біріктіру арқылы осындай парк деңгейіне жетіп отыр. Алып жатқан аумағы 356 мың шаршы шақырым. Очень богата флора в Казахстане. Қазақстанның флорасы өте бай. Шамамен 65 мың түрлі өсімдік өседі. Олардың ішінде 700-ге жуық эндемиктер қатарында. Қызыл кітапқа 400 түрі енгізілген. Жарым бөлігі арнайы қорықтар мен ұлттық парктер аумағында қатаң бақылауға алынған. Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи паркіндегі жабайы сиверс алмасын ерекше айтуға болады. Өйткені осы тау бөктерінде жабайы жеміс ағаштары өте көп. Ғалымдар зерттей келе, осы сиверс алмасы барша алма атаулының түп атасы деген тоқтамға келген болатын. Большой интерес представляет сохранение вида. Бүгінде қызыл кітапқа енгізілген жабайы түптерді сақтауға күш салынып, қатаң бақылауға алынған. Өйткені бұл түптер ескіден жеткен құнды жабайы жеміс ағаштары. Олар қаншама сортты алма түрлерінің өсуіне түрткі болды. Сиверс алмасының жойылып кетпеуі үшін біздің тараптан барынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Алма ағашы өзінің атауын неміс ғалымы Йоган Сиверстің тегіне байланысталған. Ғалым 18 ғасырдың аяғында Орталық Азияға сапары барысында аталмыш жеміс ағашы жайлы тың деректер жазған еді. Кейіннен оның зерттеулерін кеңестік ботаник Николай Вавилов пен қазақстандық академик Аймақ Жанғалиевтарды растады. Вот дикоплодовый сайз. Міне, Алматы қорығындағы Алатау ұлттық паркіндегі, жаңа құрылған Жоңғар Алатауы ұлттық паркіндегі мына жабайы жеміс ағаштары сиверс алмасы мен өрік ағашы дүние жүзі ғалымдарын қатты қызықтыруда. Мүмкін керемет тектік қор болғандығынан болар. Зерттеуге жаппай келетін жандар өте көп. Бүгінде шынын айту керек, парк аумағы нағыз алма жұмағы. Мұнда сиверс алмасының 5 тектік қоры сақталған. Көктем мезгілі келісімен алма ағаштары бүршік жарғанда, тіпті ақ күлгін түсімен тамаша көрікке боялады. Тамаша көрініс Жапониядағы сакураның гүлдеуінен бір елде қалмайды десем, қателеспеспін. Вообще, конечно, заповедники национальных парков играют огромную роль. Негізінен ұлттық парктер мен қорықтар сирек кездесетін өсімдіктерді сақтауда маңызды рөл атқарады. Оның үстіне бұл аумақтарда зерттеу жұмыстарын жүргізуге де барлық жағдай жасалған. Ғалымдар ағаш түптерінің түрлерін, өсу жүйесімен сақталуын еркін зерттей алады. Ұлттық парк қызметкерлері алма ағаштарын қорғап қана қоймай, олардың өсуіне, көбеюіне де ықыласпен қарайды. Жыл сайын жабайы жеміс ағаштарының өсу аумағы 30 гектарға дейін кеңейіп отыр. Жоңғар Алатауындағы алма ағаштарының көптеп өскен тұсы солтүстік еңісте, теңіз деңгейінен 1200-1600 метрлік аумақта және жылға жағалауларында. Сиверс алмасының кеңінен таралуына осы өңірден өткен Ұлы Жібек жолының тікелей қатысы бар деген пікірде жоқ емес. Шындығында ұлттық парк ноутбугіңіз бен телефоныңыздан арылып, жүйке жүйеңізді тыныштандыра, терең тыныстай демалатын тамаша орын. Экологиялық туризммен танысып, адам қолы тимеген тұмса табиғат әлеміне сіңіп кетесіз. Ұлттық паркте шаруашылықпен айналысуға, мал жаюға қатаң тыйым салынған. Парк инфраструктурасы керемет дами қоймағанымен, мұнда өзіңе қажетті маршруттарға баруға мүмкіндік жасалған. Мысалға танымдық этнографиялық бағыт, өзен ағыстарын бағындыруға арналған экстремалды туризм дегендей.
Экстремалды сүйетін жандар көбіне Көксу өзеніне барады. Өзінің аты айтып тұрғандай, өзен суы мөлдір, көгілдір түстес. Ол Қаратал өзенінің сол жақ сағасы. Көксу өзені Жоңғар Алатау тауының оңтүстік батыс бөктеріндегі 3000 метрлік биіктіктен бастау алады. Өзен аңғарын солтүстік орталық жоны мен оңтүстік орталық жоны қоршап тұр. Өзен суы негізінен еріген мұздықтардан құралады. Содан болар жаз айының орта шенінде, яғни шілде айында өзен арнасының суы молая түседі. Көктем мезгілінде де алғаш еріген қар суларымен арнасы толғанымен шілде айындағыдай көп болмайды. Көксу өзені ТМД-дағы ең ірі 10 өзеннің қатарына кіреді. Көксу өзенінің арнасымен жүзу, ағыс жылдамдығын бағындыру экстремалдар үшін тамаша демалыс орны. Ағысты бойлай жүзсеңіз, Жоңғар Алатау тауындағы керемет үңгірлердің бірін көресіз. Үрлемелі қайықтың негізгі артықшылығы өзен арнасында жүзе отырып, кез келген тұста еркін бұрылып, өзіңізге ұнаған табиғат аясында тыныстауға үлкен мүмкіндік беретіндігінде. Ұлттық парктың басты мақсаты мен міндеті табиғи таулы ландшафтың сақталуы мен жандануын бақылау, және мұндағы өсімдіктер мен құнды жәдігерлерді зерттеуге ниеттенген ғалымдарға ерік беріп, баршаға кеңінен таныс болуына түрткі болу. Жоңғар Алатау ұлттық паркының аумағы шындығында жер бетіндегі ең тамаша орындардың бірі. Содан болар, оның көркіне көз салуға тек қазақстандықтар ғана емес, Еуропа, Азия, Америка секілді аймақтардың туристері де жаппай ағылып жатады. Табиғи тамаша жағдайы, керемет эстетикалық көркі мен ыңғайлы ауа райы таулы ландшафтың өсімдік әлемін өте бай және алуан түрге бөлеп тұр. Самырсынды өскіндері, жабайы жануарларының шамадан тыс көптігі де келушілерге ерекше әсер сыйлайды. Қызыл кітапқа енгізілген сирек кездесетіндерді де парк аумағынан көре аласыз. Мұнда Жетісу алатауында өсетін өсімдіктердің кемінде 75% бой көтерген. Сонымен қатар тек қана Жетісу алатауына тән 76 түрлі өсімдік өседі. Бұл өсімдіктер өзге ешбір елде кездеспейді. Парктың жабайы жануарлар әлемі де өте бай. Мұнда шамамен 52 түрлі сүтқоректі, 238-ге жуық құс түрі, бауырмен жорғалаушылардың 8 түрі, қос мекенділердің 2 түрі мен сүйекті балықтың 2 түрі мекендейді. Солардың ішінде өсімдіктің 12 түрі, қос мекенділердің 2 түрі мен сүтқоректілердің 6 түрі, жұмыртқа салатын 6 түрлі құс қызыл кітапқа енгізілгендер қатарында. Өрістеу кезеңінде жалбағай, лашын, дуадақ, безгелдек, бурыл кептер, тағы басқа сирек кездесетін құстарды көріп қалуыңыз әбден мүмкін. Сондай-ақ тянь-шаньдық бурыл аю, тас сусары, сабаншы, түркістандық желіс, қар барысы мен тянь-шаньдық тау текесінде байқай аласыз. Жоңғар Алатау ұлттық табиғи паркінде туристерге аса таныс емес 2 көл бар. Осы айдындар жайлы сан түрлі аңыздар мен әңгімелер жиі айтылады. Төменгі Жасылкөл көлі теңіз деңгейінен 2262 метрлік биіктікте орналасқан. Мамандардың болжамы бойынша көл жер сілкінісі әсерінен пайда болған. Шамамен 300 жыл бұрын. Суының суықтығы соншалық, тіпті онда тіршілік есін таппайсыз. Балық жіберген еді, көпке бармады, өліп қалды. Бірақ төменіндегі өзенде осман балығы мен тибеттік балық тіршілік етеді. Көл тереңдігі 90 метр. Күзетшілер бұрындары көл маңында шекара сақшылары тұрғандығын айтады. Бүгінде ол орнынан ағыны қатты өзен ағып жатыр. Көлден ары тасты сүрлеу. Бұл жалғыз аяқ жол жайлы білетіндер сол кездің өзінде аз болатын. Құпия жол арқылы жергілікті тұрғындар көлдің арғы бетіне атпен еркін өтетін. Бірақ бір қатең адам сүрлеуден ауып,
суу түбүнө кетүүңүзгө себеп болатыны сөзсүз. Бүгүнкү таңда сол купуя жолду эчким билмейди. Және тапқан күннің өзінде тәуекелге бел буып, ары өтуге тырыспайды. Жаздың шіліңгір ыстығында да көл суының температурасы 10 градустан жоғары көтерілмейді. Одан әрі тауға көтерілсеңіз, екінші көл бар. Оны суының мөлдірлігіне байланысты жоғары жасыл көл деп атайды. Төменгі көлге барар жол жақсы болғанымен, жоғарғысына шығар сүрлеу өте тар, әрі қиын. Жоңғар Алатауының солтүстік тау тарамының биіктігі 4,5 шақырымға дейін жететіндіктен, құдды бір дуал секілді. Балқаш жазығынан соққан ыстық желді жібермей тұр. Содан болар мұндағы ауа райы салқын, тіпті жауын шашын арты қарға уласып кететін кездерде жиі орын алады. Жаздың қайнаған ыстығы жазықта шыжып тұрса, мұнда қар жауып жатады. Аңғар сол дуалға барып тіреледі. Ең төменгі бөлігінде мұздықтардан құралған суы тастай бастау ағып жатыр. Ал биік өскен шөптеріне емін-еркін жата кетуге болады. Палатка құруға да таптырмас орын. Ағыны қатты өзені аға отырып Лепсі өзеніне қосылады. Жазыққа шығу үшін таулы, жыралы, жартасты жолдарды басып өтіп, өзіне жол сала қатты ағыспен ағады. Осылайша, Жетісу өңіріндегі жеті өзенінің бірі Лепсі 200 шақырымнан кейін Балқаш көліне барып құяды. Ағыны қатты алқабында алуан түрлі гүлді өсімдіктер жайқалып өсіпті. Ақырын құлақ салсаңыз, араның ызыңын естейсіз. Парк табиғи кешендері мен биологиялық әртүрлілігімен ғана ерекшеленбейді. Тарихи мәдени жәдігерлерімен де көпке танымал. Ұлттық парктың аумағында орналасқан археологиялық ескерткіштер ерте темір дәуіріне тән. Темір дәуірі Қазақстанда көшпенді және жартылай көшпенді кезеңмен сипатталады. Бұл уақытты көшпенділер дәуірі деп те атайды. Тарих тереңіне үңілсек, сақ тайпасы үшін сол кезеңде олардың материалды, рухани мәдениеті археологиялық ескерткіштерден тұрған. Яғни молалар, қорғандар, тасқа салынған суреттер мен тайпаға тән бұйымдар. Ескіні зерттеуші әуесқойлар үшін парк аумағында үйген тас қорымы бар. Осы атаумен аталған аңғар ішінде. Онда 150-ден аса қабір салынған. Ал Сарымсақты өзенінің аңғарынан қорғандарды көрсеңіз, Қарапша шатқалында тасқа салынған суреттерді кездестіруге болады. Басқан өзенінің сол жағалауында жабайы жануарлардың кескіндері бейнеленген. Сарқанттан 45 шақырымдық жерде, дәл Ащыбұлақ өзені маңында 18 ғасырдан жеткен қойлық қалашығы сақталған. Қалашық бүгінде ЮНЕСКО-ның қорғауына алынған тізімдер санатында. Мұнда қазба жұмыстары 1960 жылдары басталды. 1998 жылы қалашықты зерттеушілер тобын танымал археолог Карл Байпақов басқарған болатын. Табылған ірі нысандар ішінде Будда ғибадатханасын, шығыс моншасын айтуға болады. Монша жол бойынан көрініп тұр. Сонымен қатар Қарлұқ қағанатының көсемі Арслан ханның өзі де жерленген кесене де осы жерде. Осылайша ұлттық парк жергілікті және шетелдік туристерге қызықты саяхаттар ұйымдастыруға үлкен жағдай жасап отыр. Яғни бұл аумаққа кез келген жан сапарлай отырып, тек тұмса табиғат әлеміне тамсанып, көркіне көз жүгіртіп қайтпайды. Сонымен қатар мұндағы археологиялық, мәдени ескерткіштермен танысып, еліміздің тарихымен сусындап, тебіреніспен оралады. Әрине, жаппай ағылған туристер өңірдің керемет сырына тамсанып қайтары сөзсіз. Әрі ұлттық табиғи парк қызметкерлерімен бірлесе, осы қалпында сақтап, болашаққа жеткізуге себепші болар деген үміттеміз.